барлық қатысушыларға, жобаға үлкен алғысымызды білдіргіміз келеді. Сонымен бірге біздің жобаның бас демеушісі ақтаулық кәсіпкер Бақыт Жұмабек ағамызға шексіз ризашылығымызды білдіреміз. Хабардың басында. Қош келдіңіздер. Ажар, топқа бөлісіп жіберсең. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Абайды қазақ халқының өмірлік философиясы деп атады, я? Абайдың өлеңдерін алып қарасаңыздар, шынында да философиялық ойларға толып тұр. Абай халықты жақсылыққа үндеді. Оның жақсылыққа жетудің мақсат мұратын айқындап берді адамдарға. Сондықтан да оны барша мұсылман хакім деп те атайды. Абайдың даналығы туралы, жан-жақтылығы туралы әңгімелейтін болсақ, әрине таңда тұрамыз. Сондықтан уақытты созбай, уақыт алтыннан қымбат. Осы тамыз айында бізбен бірге Абайдың өлеңдерін оқып, қара сөздерін оқып, байқауға белсене атсалысқан жастарды марапаттайтын сәтте келіп жетті деп ойлаймын. Сонымен біраз оқырмандар қосылған екен, біз бастаймыз. Бері жақынырақ отыра бер, Күнес. Барлығы дұрыс қой, я? Қосу белгісін қойып жіберіңіздерші. Өлеңдер бойынша бастайық, я? Қара сөздерден бастасақ екен. Өлеңдер бойынша бастай берейік. Бізде айтқандай, бұл байқаудың қорытындысын менің шешімімнен шықпайды. Осын алдын ала айтып қояйын. Бізде қазылар алқасы бар. Өнертанушылар, ғалымдар, әдебиетшілер, қаламгерлер, ол жерде актерлар бар. Сол кісілердің шешімімен бізде екінші орын Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің 4-ші курс студенті Алматы қаласынан Өмірзақ Мәдинаға жіберіледі сыйлық. Өмірзақ Мәдина. 20 мың теңге. Мәдина, сыйлығыңыз құтты болсын. Белсенділігіңізге ризамыз. Дұрыс жібердім. Мінекей, Мәдина, сыйлығыңыз кетті. 3-ші орын бізде Тоқтарбекова Мөлдір Дәлелхан қызы дейді. Өскемен қаласынан 18-ші орта мектептің 10-ші сынып оқушысы. Жарайсың, Мөлдір. Құтты болсын сыйлығың. Шолпан М деп шығады деді. Есіңде бар ма жас күнің деп өлең оқыған қызымыз. Facebook парақшаға да жарияладық қой деймін, қателеспесем. Қара сөздер бойынша бізде ары қарай Алмас Армат, Астана қаласы 4-ші сынып оқушысы дейді. Алмас Армат. Баян, анасының нөмірі болу керек. 20 мың теңге жібере ғой. Және бізде көптеген оқушылар, көрсете бер, көптеген оқушылар хат жолдады, байқауға қатысқан Facebook парақшада жоқ біз әлеуметтік желіде деп. Сондықтан оларға түсіністікпен қарадық, жариялай алмады олар бізді белгілеп, біз өзіміз барынша салып отыруға тырыстық. 3-ші орын қара сөз бойынша Ізділеу Сабина, Түлкібас ауданы Асанбай Асқаров атындағы жалпы орта мектеп. Сабина, я? 15 мың теңге. Ғабидулла деп шығады әкесінің нөмірі. Сабинаны айта кету керек, біздің кітап жанашырлары тобында отырады.
белсенді топтың мүшесі деп айтсақ болады. Кітап сүйер жастар тобында да отырады, үнемі кітап ұсынып отырады. Біздің мақтанышымыз Сабина. Сабинаның сыйлығы кетті. Енді бізде ынталандыру сыйлықтары. Қадылқанова Мөлдір Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті. Оның мүмкін кетеді ғой. Қадылқанова Мөлдір. Мөлдір деп шығады. Мөлдір деп шығады, мүмкінде. Оқырмандарға бір көрсетіп қой. Мөлдірдің сыйлығы. Енді бізде ынталандыру сыйлығы. Қазір мен ынталандыру сыйлығында көптеген оқушылармен біз хабарласа алмадық. Әлі де жауап бермеген оқырмандар бар. Сондықтан тізімін айтып өтем. Сол кісілер менің жекеме немесе Гүлназның нөміріне жедел түрде хабарласыңыздар, сыйлықтарыңызды жібереміз. Мен қазір атап өтейін. Түйеші Әлихан Бекжанұлы, Уәлиханов атындағы жалпы орта мектепте 4-ші сынып оқушысы. Сонымен бірге Мұхтар Әуезов мектебі Аужан Нұрсұлтан деген оқушы хабарласыншы. Жаңатас қаласы, Және де Түлкібас ауданынан Алпамысова Дарина, Оңғалбай Айдана хабарласын. Кітап жанашырларында бар қыздар, оқушылар, сіздер хабарласыңыздар. Байзақ ауданы, айтқандай, Жамбыл облысы Байзақ ауданынан Кеңес ауылы дейді. Кеңес Мерей деген оқушыда ата-анасы, ұстаздары болса хабарлассаңыздар, өтініш. Қазір бізде бұл жерде Ақтан Нұриланың нөмірі бар екен. Ең бірінші болып, естеріңізде болса, мен жариялаған Фейсбукқа Жамбыл облысы Сарысу ауданы балабақшадан хабарласқан бірінші қатысушымыз. Ақтан Нұриланың анасына хабарластық біз. Ақтан Нұрила. Салтанасы деп шығады, 10 000 теңге жібересің. Өйткені ең бірінші қатысушымыз байқауға. Әлі де ынталандыру сыйлығына ие болатын оқушыларды ұмытып кетіппін. Мен қалып кетті. Бізде мына бері қарай жағында жүресіз, кешіріңіз. Сыздық Анел бізде Жаңатас қаласынан. Оның да мен Каспий анасының нөмірі бар менде. Жіберіп қоя бер. Жайлаубек Еркемай және ынталандыру сыйлығы. Осында бар Каспий нөмірлерді жібере бер. Міне 778 осы нөмір, міне 367 274 5 теңге. Құтты болсын, Анел. Абай атасының Қыс атты өлеңін оқыды. Ақтан Нұрила, өздеріңіз білесіздер, өте қиын өлеңі Күз өлеңін оқыды. Енді Жайлаубек Еркемайға жібере бер. Мені бақымға деп шығар. Қымбатты достар, барлық қатысушыларды құттықтаймыз. Назар қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Мен үнемі қайталап айтамын. Құтты болсын. Мәселе санында емес, қатысушылардың деп. Абай атамыз айтқандай, ақырын жүріп анықпас деп, біз алдағы уақытта кітап сүйер қауым, кітап сүйер жастар, нағыз кітап жанашырлар көбейеміз деп ойлаймыз. Сондықтан лайк үшін емес, хайп үшін емес, әлдекімдерден сыйлық күтіп, бізді марапаттасыншы деген оймен шығып жүрген жоқпыз. Біздің басты мақсатымыз халқымыздың руханиятын, көркем әдебиетін насихаттап, олардың кітап оқуға деген қызығушылығын арттырып, құштарлығын оятып, осы мақсатта жұмыс жасау. Алдағы уақытта, Алла қаласа, өздеріңіз білесіздер, мамыр айынан бастап, мамыр айында Адам Мекебаевтың Аспан асты жер үстіндегі зұлмат романы, маусым айында, кешіріңіздер, шілде айында Қарауылбек Қазиевтің Иман жапырақ туындысын
бірге талқыладық. Міне тамыз айында Абайдың өлеңдері мен қара сөздерін оқып, Абай шығармаларын насихаттадық. Енді алдағы уақытта аздаған үзіліс жариялағымыз келеді. Содан кейін жүйелі түрде біз тікелей эфирге шығып, жұмыстарымызды жалғастыратын боламыз. YouTube арнамызға жазылыңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Амандықпен жүздескенше. Қош сау болыңыз.